Ұлы бабамыз Абай Құнанбайұлының 175 жылдығына арналған Ақмола облыстық сотының төрағасы Досжан Сарманқұлұлы Әміровтің бастауымен Ақмола облыстық соттардың арасында Абайдың даналық сөздерін оқу бойынша әр сөзінен ұғындырған ұлылық тақырыбымен өтіп жатқан эстафета челленджін Егіндікөл аудандық сотының атынан бас маман Жанабаева Анар Асылханқызы қолдап, Абайдың «Қалың елім қазағым, қайран жұртым» атты өлеңін сіздердің назарларыңызға ұсынамын. Қалың елім қазағым, қайран жұртым, ұстарасыз аузыңа түсті мұртың, жақсы менен жаманды айырмадың, бірі қан, бірі май боп енді күрттің, бет бергенде шырайын сондай жақсы, қайдан ғана бұзылды сартса шыттың. Ұқпайсың өз сөзінен басқа сөзді, аузы менен орақ орған өңкей қыртың. Өзімдікі дей алмай өз малыңды, күндіз күлкің бұзылды, түнде ұйқың. Көрсе қызар келеді, байлау жоқ, бір күн түртің етеді, бір күн бұртың. Бас-басына бей болған өңкей қиқым, мінеки бұзған жоқ па елдің сыйқын. Ендігі сөздің кезегін, яғни аталған эстафетаны басқа аудандардағы әріптестеріме беремін.